Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті қыран өмір сүріпті. Өзгелерге ерлігімен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандарының қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда, бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатқан ол, өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып былай деп сұрапты. Қанаттыға қақтырмай, тамақтыға шоқтырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскөсін осының өтеу ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар? Біріншісі айтыпты: анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын аралатам, таңғажайып тамашаларды өзің көретін боласың. Бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Бірінші балапан теңіз тұңғиығына батып кете барыпты. Сосын екіншісіне бұрылып: ал, сен не айтасың депті. Екіншісі айтыпты: анашым, мен сені ел аралатып босқа әуре қылмайым. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа әкеп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады. Бүркіт тағы да басын шайқап, уысын жазып жібергенде екінші балапан да біріншісінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарқыншақ толы дауыспен былай депті: ал, сен мені қалай жарылқамақсың? Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты: анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылығыңның шеті де, шегі де жоқ екен. Оны өтеуге менің бүкіл ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарының барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін болам. Кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең дем алып: біздің әулет аманатын алға апарар, қыран деген атқа лайық болалар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті деген екен.